әкем ақын айтсам мен үйде жылағым келе береді. Бәлкім мен дұрыс әкенің тәрбиясын алғаным үшін да мен дұрыс өмір жолдас сайлай алдым. Қызың сені кумирі деп білсін, ертең келешекте өмірлік жолдасын сенде болуын іздесін. Сол жерде мен көріп отырған жас қызлар болса, ерте тұрмысқа шығуды мен hiç де мәслихат бермеген болар едім. Себебі тек қана ана болу емес, бұл жерде жетік инсан болу керек та, бір шаңырақтың бекесі болғаннан кейін. Өзімді сайлаған уақытта һәмме нәрсе өзгерді, өмірім де өзгерді. Қара, мен мәселен нүкісте жасауды арзу қылатын едім. Өткен жыл нүкістен үй алдық. Мәселен кеше біздер Ащыкөлге шомылуға бардық. Әкелері қызлармен тұрыс үймен шомылып жүр. Бұл дұрыс емес. Еркеклер, мен үйлендім, мен бала шағалы болуым керек деп үйленбеу керек та. Мен әке боламын, мен күйеу боламын деп үйлену керек. Қазір жаңағы не дейміз, психологлардың курсын алып, тәкаппарланып жатырғандар бар. Хақиқи мұхаббат бұл ішқи емес, бұл құштарлық емес, бұл хақиқи мұхаббат сыйластық. Хамеге сәлем, бұл күнде лайк подкасты. Ал мен Перизат Аяпбергенова. Аз хамсыз ажайып демалыстан кейін және біз бірге сіздерменен. Ал бүгін мейманда ажайып жәмиетте көплеген хаялардың кумиріне айланып келатырған хаял қыздардың бірі. Социал тармақтарда Мукарама күнделігі аккаунтыменен белгілі болған Мукарама Оразбаева мейманда. Қош келіпсіз. Ассалаумалейкум, баршаге қайырлы күн, қайырлы кеш, біздерді күзетіп отырған гөзаллар, хамділбарлар, шаңырақ ұйытқысы болып отырған шаңырақ перизатлары. Әлбетте дұрыс айттыңыз апа, перизатлар деген кезде қатты қуанып кеттім. Әрбір хаял қыз шаңырағымыздың перизатлары, перилері. Көңіл күйпиятлар қандай? Күнлер қандай өтіп атыр? Осыменен. Анамалысы болып жатыр. Соған қарамастан өмір қызғын дауам етпекте. Әлбетте 3 перзенті бар ананың күнің қалай өтті деп сұраудың өзі әлбетте себебі расын айтқанда өзіме зорға уақыт тауып жатырмын. Өзіме арнап, мәселен, өзім бір өзім отырып бір чашка чай ішсем де, соның өзі бір қазір бақыт болып тұр, расын айтқанда. Бірақ сырттан қарағанда 3 перзенттің анасы осындай гөзаллық, сондай энергия беріп тұрған хаял 3 перзенттің анасы деп ойламаймыз. Ажайып, жас 18 жасар қыздай болып отырса жапа. Рахмет, көп. Олай болса, соғырын айтып кетейін. Хаял адамлардан комплимент ескен бәрбір басқаша зауық береді. Расында негізі біз хаялар, мүмкін көпшілік ойлайтын шығар, ер адамлар үшін боянады, ер адамлар үшін киінеді деп. Негізі олай емес. Біз хаялар менен энергия алмасу үшін өзімізге қараймыз. Сұлуланамыз, боянамыз, киінеміз. Сол хаялар бір-бірін қолап қуатлауын қалемемен. Біздің жәмиеттің өзінде. Мәселен, жаңа сіз қазір маған комплимент айтып жатырсыз. Өмірде комплимент айтушылар аз. Бірақ мен өзім сұлу хаялды көрсем, комплимент айтқым келеді. Оған зауық бергім келеді, және де өзіне қарап жүрсін, және де ашылсын, өзінде сіленсін дегенде не. Сол орында маған аямай комплимент айтқаның үшін саған minnetdarшылығымды білдіремін. Рахмет. Олай болса, бүгін біз сізді 360 демей қояйын, 180 градуста ноқатлар болмасын, үтірлер менен есіткіміз келеді. Әлбетте, әрекет етеміз. Онда тайынбыз. Әрбір инсанда сондай етіп сүйіп, сағынып есейтуін балалық болады. Сізде балалық патшалық болды ма, яғы қандай да бір травмалар бар ма? Қайтпаста, еслеместе. Балалығым жақсы өтті. Бірақ та енді осы жерде айтып өтейін, біздерде дәстүр бар, білесіз. Бірінші перзент кемпір апанікі, анасын ана деуге болмайды, сондай үрп-әдетлер бар. Сыйласы артында жасырынған зұлым деп айтамын мен бұны. Шаңырақ ағзалары как будто бір-бірін сыйлап атырғандай, бір-біріне сыйласы танытып атырғандай болғаныменен, бірақ та бұның артында анаға деген, балаға деген зұлым жатады. Енді айтайын деген балалығым жүде жақсы өтті, еште бір қиыншылық көрдім деп айта алмаймын, бірақ та сол кемпір апам қайтыс болғаннан кейін менде енді үлкейгеннен біліп жатырмын ғой, мен депрессия болған. Жылаушылық, ойымда мынандай нәрсе сақланып қалды. Анама үйренуім қиын болды мен. Енді анамды жеңгемдей көріп қалғаннан кейін, бауыр басуымда қиын болды. Енді ойлаймын да, сонан кейін, менде апам қайтыс болғаннан кейін, менде мынандай нәрсе болып қалды. Егер мен, мәселен, бір инсанды жақсы көрсем, яки өзіме жақын алсам, мен оның көңілінен шыға алмасам, ол мені таслап кетеді деген қорқыныш болады ғой еді. Қазіргі тілмен айтқанда удобная деп айтамыз ғой, қолайлы
менің мінезімде қолайлы болу баслана бастаған екен сол уақытларда. Жасөспірім кезімде мәселен достым болсын, яки жақын инсаным болсын, жеңгем болсын, ажағам болсын, менде ойымда мынандай болатұғын еді. Мәселен, өзім қалемей тұрсам да, яқшы деп айтатұғын едім. Хам солардың көңілінен шығуға харекет ететұғын едім. Неге? Себебі мен ойлайтұғын едім, егер олардың айтқаны болмай қалса, болды, ол менің өмірімнен кетіп қалады. Ал мен және бір жүдалыққа тайын емеспін, және бір жақын инсанымнан айырылуға тайын емеспін деп. Хам сол енді тұрмыс себеплерімен бірге байланысла мен анам сырт елде жұмыс істеді. Ең нағыз мына қыз балаға керек кезлері, нағыз қыз балаға жігер беріп, тек қана мәселен өмірде яки мына адамдармен мөнәсәбетте емес, бәлкім қыз балаға үй жұмысларында, гигиенасында бәрібір ананың рөлі үлкен. Әне сондай уақытларында анам алыста болды. Енді ойлап қарасам, менің балалығым, патшалығым болған екен, бірақ жасөспірімлік кезім, жаңа сіз айтқандай, травмаға толы болған екен. Мен бір жерде таныстарымнан болсын, сіңлілерімнен болсын сұраймын. Мәселен, сенен сұрайында балалығыңды көз алдыңа келтірдің, мәселен, 6-7 жасыңда. Сол кезде сен бала көзіңменен көріп тұрсаң ба, өзіңді, яки болмаса шеттен өзіңді көріп тұрсаң ба? Бала көзімменен көріп тұрмын. Көрдіңіз ба? Көпшілікте өзі көріп тұр. Мәселен, қара, мен баламан 7 жастаман, айналамда мына нелер бар, лампалар бар, сен барсаң. Мен осылай көріп тұрпан сені. Ал мен балалығымды көз алдыма келтірсем, менің балалығым мына алдымда тұрады да, мен оған үшінші инсан ретінде қараймын. Көрдіңіз ба? Мен осыны іздерледім. Не үшін адамлар балалығын өзінің көзіменен көреді, ал мен үшінші адамның көзіменен көремін деп іздерледім мен. Оқыдым, Луиза Хейдам оқыдым. Сөйтсем, бала кезімде көп қорғалғым келген екен мен. Сол кезде мен өзім, не айтамыз, ойлап таптық, иллюзия деп айтамыз ғой. Сол кезде мен өзіме бір инсанды ойлап тапқан екен мен. Мені қорғайтұғындай, мәселен, түнде жатқанда да жаңа айттым ғой, мен анам әрдайым алыста болды деп. Сол кезде маған жұбату айтатұғындай, мәселен, сен сұлусың, сен тағы бір нәрсесің деп айтатұғындай бір адамды мен өзім ойлап тапқан екенмін. Енді мен балалығымды көз алыма келтірейін десем, сол адамның көзімен елегеден қараймын. Енді сөйтсем, жаңа сіз айтып қалдыңыз, травмаларыңыз болған ба деп, міне осының өзі бәлкім травма болған шығар. Жаңа айтайын дегенім, балаға травма айналадан келмейді, әлбетте жақындарынан келеді, туған туысқандардан келеді. Сондықтан да мен қазір енді 2 қыздың анасымын, қызларымды максимал қорғауға харекет етемін, хәтте өзімнен де. Мәселен, мен қызыма ойбай түріңді-ай деп мәселен мен айтпаймын. Ол кішкентай болсын, ол еш нәрсе білмейді ғой дегенде емес. Мәселен, мен 2 құлағым 2 түрлі. Жағым қисық бала кезімнен. Шашымды қатты болсам, мен жақындарымнан әрдайым мен критика естетіп едім. 2 құлағы 2 түрлі, бір құлағы қақайған, қалқан құлақ деп айтатұғын еді. Енді қараң, мен қазір 30 жасқа толдым, айнаға қарайман, бәрібір сол бір құлағы қалқайып тұрған, жағы қисық, мүкәраманы көремін да. Себебі мен уже миыма сіңіп қалған. Мен сондаймын дегендей да. Жаңа айтқанымдай, қыз баланы әсіресе, ер баланы білмеймін, қыз баланы айналасы сындырады да. Жәмиет, ағайын туғаны, қоңсылары, соның ұшында анасы максимал түрде қыз баланы қорғау керек деп ойлаймын. Өзін барынша қабылдасын. Мәселен, ерінде тыртығы бар ма, тыртығымен қабылдасын. Құлағы қисық па, құлағы қисықлығымен қабылдасын. Мен битәкірармын, мен солай сұлуман деп. Сондықтан да қызларымды өсіруде мен өзімнің бала кезімде көрген жағы, не айтамыз, әуметсіздіктер деп айтамыз, күйеусіздіктер деп айтамыз. Соларды олардың өмірінде болдырмауға харекет етемін. Ал күнімен мамаңызды айтып отырсыз ғой, өзіңізді. Әке қаяқта? Әкем бар. Әкем жүда минеткеш инсан болған. Әкем ақында айтсам, мен үйде жылағым келе береді, себебі орта жаста, 50 жасқа толар толмас инсульт алып, қазір үйде қысқасы. Бәрібір сол 12 мүшесі сау, жәмиетке қосылуын қалеймін мен. Балалығымызда сол біз үшін ешбір жұмысты сайламай істелеп, қара минет деп айтамыз ғой, бәрін істелеп, қатарымыздан қалдырмауға, кем қылмауға харекет еткен инсан. Әкем жүдә жақсы бір жағы ішіп, я бір анамды қапа қылған мен еслей алмаймын. Әкем мен үшін көмір. Мүмкін өмір жолдас сайлауымда әуметлі болуының бірден бір себебі де мүмкін менің анамның әуметлі тұрмысы болса керек деп ойлаймын. Себебі ана маған әкең өйтті, әкең маған бүйтті, сенің әкең сондай деп айтқан мен еслей алмаймын. Бәлкім мен дұрыс әкенің тәрбиясын алғаным үшін да мен дұрыс өмір жолдас сайлай алдым деп ойлаймын. Соңында қатты бір нәрсені айтқым келеді жұба. Қазіргі жас болып отырған әкелер бар. Ең жақсы әке бұл қыз баланың
өмірлік жолдасы, келешекте өмірлік жолдасы әкесіне ұқсауын қатты қалеп, соны арзу етіп, соны көз алдына келтіріп жүруі. Сол әке ең жақсы әке. Сіз аз айтып отырсыз ғой, әкем менің кумирім деп. Мен де өмірімде сөйтіп айтаман да, һәм мен достарыма, институттағы оқыған дос балаларыма айтаман. Қызың сені кумирі деп білсін, ертең келешекте өмірлік жолдасын сенде болуын ізлесін. Әлбетте, әрбір қыз баланың ғайбана бірінші мұхаббаты бұл әкесі болады екен. Мәселен, байқайсыз ба, бір қыз балалар білесіз ба, папама айтаман деп айтады. Мен көбінесе, мәселен, орталарға барсам, кішкентай балаларға, ұл болсын, қыз болсын, ітібар беремен. Не деп айтады екен? Әжеме айтаман, мамама айтаман дегенге қарағанда, мен қазір папама айтаман дейтұғын балаларға мен басқаша әуес қыламан. Себебі жаңа айтқандай, жаңа бір түрік кісі айтып шығып еді, мен инстаграмда көріп едім. Мен қызыма тез-тезден гүл сауға етемін дейді. Чтобы үлкейгенде қандай да бір жағы лайық емес адамның бір-екі штук гүліне алданып қалмасын деп дейді. Көрдіңіз бе? Мұхаббатты тойдырып қыз баланы өсіру керек болған бір инсан ол болды. Ол болса да әке. Қаттықолықта, нәсиятта, жаңа айтқанымызда гигиенаны үйретуде, мінәсібетлерді, мәдениятты үйретуде бұл анадан бола береді, ал нағыз мұхаббатты бәрібір әке көрсету керек қыз балаға. Өзіңіз қай жерде туылдыңыз? Қаяқтың қызысыз негізі? Мен Кегел районы Қалқабат қаласында туылдым. Сол жерде оқыдым, мектепте жүдә жағы. Актив болдыңыз? Актив болдым, мектеп сардары едім. Арзуларым көп еді. Сол кездің өзінде мен өзімді журналист деп білетұғын едім. Сахна баслаушылық менсіз болмайтұғын еді. Хам сол кезлері Нукус ФМ радиосы, білесіз бе, сол кезде бір әуеж алып тұрған, айтқаңызда популярна болып тұрған кез еді. Сол кезде мен баслаушылардың даусын салып, танысыларыма қоңырау ететұғын едім. Білесіз, күтілмеген қоңырау деген естір бар еді сонда. Ассалаумағалейкум, күтілмеген қоңырау деп достарымды алдап, сізге сәлем жолдады, кімдерге сәлем жолдайсыз, қандай қосып қойып берейік деп сөйтіп алдайтұғын едім. Хам сонда менің баслаушылыққа деген қызығушылығым соншелі болғалығы, мен пародия істегенігіме қатты сенгенлігі соншелі, инсанлар сол сеніп қалып, сәлем жолдап, қосықлар сұрап ататұғын еді. Сөйтіп пранк істейтұғын едім. Бірақ енді тұрмыс құрдым. Негізгі қанегелігім менің педагог, баслауыш тәлім педагогы. Сол оқуды бітіргеннен кейін 19 жасымда тұрмысқа шықтым. Бірінші перзентім 20 жасымда дүнияға келтірдім. Сол кезде бір кеуілімде мынандай болды да, мен тұрмысқа шыққаннан кейін қатты депрессияға түскенім себебі бұл ерте аналықта емес, бәлкім келілікте емес, менің екі енем болды, үлкен енем де болды. Бәлкім өмір жолдастықты епіле алмағанлықта емес, бәлкім сол бала мүкәррамаға, келешегін қатты сол алдына мақсат қылып қойған мүкәррамаға қиянет еткендей қылып сезіндім өзімде. Солынша арзуларым енді қайда қалады? Мен сол арзуларымды сатқаным ба сонда деп депрессияға түсуімнің бірден бір себебі де осы болды. Өзіңіз танысып, өзіңіз жақсы көріп тұрмыс құрдыңыз ба? Жақсы көріп. Енді жаңа айтқандай бір кумир бола алды да бұл инсан маған. Енді өмір жолдасым хақында айта бермей қояйын, бірақ сол айта берің да, бізге қызық сол. Өмірлік жолдасыңыз неше жас сонда? Сіз 19 жастасыз, ол? Ол 92-ші жыл, мен 95-ші жылмын. Енді мынандайда, мұхаббат дегені бұл қорғалу екен. Айтпай-ақ түсінілу екенін. Түсіндірмей-ақ сені түсіне алу екені да. Хам бұл мұхаббат мәселен тек ішқы емес та, сыйласық, сенің жағдайыңа кіре алу, сенің басыңа түскен істі өзінен кешіре алуда бұл мұхаббат екен да. Сол нәрселерді маған сездіре алған инсан бұл. Солықтан да мүмкін шаңараққа ойламаған халда қадем басып қойған шығарман деп ойлаймын, бірақ та еште өкінбеймін. Енді бірақ қазіргі келінлері ондай болыпты, келінлері бұндай болыпты деп бір отырысларда сөз болса, мен дәру ішім не қылады. Мәселен, мен өзім ерте тұрмыс құрғанда қаншелі қиын екенін мен өзім түсінгенмін. Бір қосығымда айтып өттім, 4 күніме 4 қатынаған шағымда сәугің мені әйледі беккем деп күйеуіме жазған қосығым бар. Сондай бәрібірде осы жерде мен көріп отырған жас қызлары болса, ерте тұрмысқа шығуды мен еште мәслихат бермеген болар едім. Себебі тек қана ана болу емес, бұл жерде жетік инсан болу керек та, бір шаңарақтың бекесі болғаннан кейін. Мәселен, сен біреудің шаңарағына қадем атладың ба, сені бұрынғы еркелігіңменен, сенің үйіңдегі абыройыңменен қабылламайды. Сен келінсең, сен мәселен балалы болдың ба, сен анасаң болды. Сенің еркелігің, кешіріп атырған кешірмелерің ешкімге қызық емес, грубо айтқанда. Расында да сондай мәселен.
Сондықтан да мен жетік инсанмын, мен кәміл инсанмын, мен шаңарақты мойныма ала аламын, мен ертең бала тусам мен балама қарай аламын, гигиенасына қараймын, шомылдырамын, міне солар менің қолымнан келеді деген кезде тұрмыс құру керек деп ойлаймын мен өзім, ешкімге мүсәлләт болмастан. Тұрмыс құрдым 19 жасымда деп жатырсыз ғой. Сонда жоғары оқу орнын оқымадыңыз? Иә. Жоғары оқу орнын қашан кірдіңіз? Биыл кірдім ғой. Сол жыл кірдіңіз? Биыл кірдім. Басқыш? Бірінші басқыш. Күйеуім маған сөз беріп еді, үшінші перзентті туғаныңнан кейін оқытамын мен сені деп. Хам сол үшінші перзентті дүниеге келтірдім, 30 жасқа толып, биыл міне оқуға кірдім, драматургия тарауына. Білімге шөлеп барғаным білініп тұрады. Мәселен, ұстазларым да айтады, біздерге сөз бер, бізде сөйлеп алайық бірінші деп. Қатты шөлеп келіп тұрғаным білінді да. Қатты зауқлы, биыл сонда қатты әуметлі жыл болды. Сол әр мәселен көпшілікке басымды қойғанымда, бірінші нәубетте мәселен бала шағам болса, екінші нәубетте студент болу бақытына мияссар болғаным үшін Құдайға сол шүкіршілік етемін. Себебі мен ойлайтұғын едім, болды мен енді болды анаман. Мен енді болды, тұрмыс құрбаныман болды. Маған енді оқу қайда деп мен ойлайтұғын едім. Бірақ та сол инсан арзу қылса, мақсет қылса, арзуларын сатпаса, өзінің өзлігін сатпаса, бәрібір Құдай Тағала сол жағы тағдыріне жазады екен да қалеулерін. Қараңыз, тұрмыс құрбаныман деп ойладым деп жатырсыз ғой. Неге енді мәселен өзіңіздің кумир инсаныңызбен тұрмыс құрдыңыз? Қаншалы дәрежеде бір бақыт, шатлыққа толы күндер давам ете бермеді ма? Әрдайым стресс, депрессия. Біздердің мұхаббат мынандай болды да, біздердің мұхаббат құрбанлықтан келіп шықты. Қараң, мәселен, мұхаббатта екі инсан бір-бірін таңлап қосылады, дұрыс па? Ал біздердің мұхаббаты мынандай болды. Бір инсан құрбанлық қылу керек болды. Жаңа айттым ғой, мен сыртта жасадым деп. Мен Қазақстанда 10 жыл жасадым. Сояқта жұмысым сояқта, тұрмысымыз сояқта болады, деді. Мен ағайын туған, дос, яран, шайырлық бәрін таслап, сол еріп кеттім. Сояқта жасадым, менің ортам жоқ, күйеуім өзі спортпен шұғылданады, өзінің жұмысы бар, өзінің достары бар, өзінің кругы бар, гаптың қысқасын айтқанда. Ол оқыған ба? Яқ, ол оқымаған ол. Бұл біздер тұрмыс құрдық, ол сояқта жұмыс тауып, сояқтан баслап кетті, жаңа бизнесімізді аштық, үйлі болдық, жайлы болдық, сонымен қалып қойдық сояқта. Енді жаңа деп басына ойласам, мұхаббатта көп құрбалықты мен қылған екенмін. Мәселен, қараң, қазір мен жақсы өмір сүріп басладым, бірақ бұрын мен 2 жыл 8 айда келіп әке-шешемді көріп кеткен күндерім болған. Шайырлықты енді мәселен ойыма бір қосық келеді, хотя мына қағазға түсіруге менде ынта жоқ, ықылас жоқ. Себебі мынаны кім оқиды, мұғарама? Сенен басқа кім оқиды мынаны? Сен қазақлар түсіне ме, не сен мына қарақалпақша қосығыңды? Кімге барып оқып бересің сен бұл қосығыңды деп? Талай қосықты мен ішіме жұтқанмын. Бірақ та енді мына интернет тармақлары рауажланды, Инстаграм шықты, Телеграм шықты. Өз кешірмелерімді, өзімнің қосықларымды осы интернет тармақларында жайғастыра баслағаннан кейін мен түсіндім. Мынау менікі. Мынау менің өзлігім мұқарама. Мынау мен сағанға мұқарама. Мен осы мұқарама боламын, енді өзімнен кешпеймін дедім. Сол кезде, енді бұл темадан шығысып кетсек те, өзімді сайлаған уақытта һәмме нәрсе өзгерді. Өмірім де өзгерді. Қараң, мен мәселен нүкісте жасауды арзу қылатұғын едім. Өткен жыл нүкістен үй алдық. Менің еш ойымда болмаған, мен нүкіслік боламын деп не? Мәселен, нүкістің орайында менің үйім болады. Мен оқимын деп бір кеште бір ойыма келмеген. Бірақ сол күйеуіме әрдайым айтатұғын едім мен. Ауылға қайтсақ. Менің балам, білесіз, жаңағы орысша сөйлейді. Балам орысласып баратыр. Менің қызларым қарақалпақ мектепте оқыса, қарақалпақша сөйлесе деп, әр дастұрханның басында айтатұғын едім. Хам түнде әрдайым Құдайдан соны сұрайтұғын едім. Мінекей биыл бәрі 1 жылда болып кетті, өткен жыл үй алсам, мінекей биыл міне оқып студент болып жатырмын. Мен Нүкіс қаласында жасап жатырмын. Болды енді сол өміріңіз давамында Нүкіс қаласында жасап. Құда қалесе. Қандай жақсы. 10 жыл шет елде жасадым деп жатырсыз ғой. Сол 10 жылдың ішінде өзіңізге бір орта жаратып алмадыңыз ба? Жаратып алдым, бірақ та қараң, ана бір қосық бар ғой, мен чужойман деген бір қосық бар, ойыма келмей тұрыпты, аз бірден сұрағаннан кейін қараң, бәрібір бір бейганалық сезінеді. Қараң, инсанның бәрібір тамыры балалықта жатыр ғой, туған жерде. Мәселен, не үшін кіндік қаным тамған жер деп айтады. Бәрібір инсан өзлігі сол ватаны болып тұрғаннан кейін сен қандай жерге барып орта тапсаң да, бәрібір ол жерге бір бейганалығың болып тұра береді. Дос сайлауым, мен мәселен әртүрлі жағы миллет уәкілімен дос болып көрдім. Кореец болсын, орыс болсын, қазақ болсын, түрік
дүрк болсын, дүңган болсын, иә. Бірақ ол жақта да ортам бар, жаңағы кәсіптестерім бар, жұмысшыларым бар. Социал тармақлар пайда болды, телеграмда өзімнің дөретушілермен бөлісіп өзімді таудым дедіңіз, иә. Социал тармаққа өзі қашан кіріп келдіңіз? Қалайынша ойыңызға бірден келді ол? Бірден қосықларым жайғастырып, сторислер салып? Ал инстаграмға ма? Бұл негізі бірінші телеграмнан басылғанда. Телеграмда білесіз бе, Қарақалпақ айтысы деген канал бар. Ол жерде хәуеске шайырлар бір темаға ортаға тастап айтысады, суырып салма. Бір күні мен сол каналға қосылдым да, ол кезде менде ештеңе тармағы жоқ, не қосықларым жоқ. Қосылдым да, бір тема қойды, бір шайырмен айтысып жатырмын мен. Сөйтсем құйылып келіп жатыр. 8 куплет, 10 куплет, 15 куплет. Оқып отырып өзім хайран қалып жатырмын. Аяқ қолым терлеп бара жатыр, мұздай болып. Сөйтіп күйеуіме оқып бермен қарасам, мен мындай жазып жатырмын. Өзім жазып жатырмын деп хайран қаламын. Ана темадан тема шығып, бір күні жаңағы қоразбенен тағы бір нәрсе болып айтыстық, бір күні жеңгелі қайны болып та айтыстық, жазсам жазылып жатыр. Сонда мен түсіндім, бұл маған илахиден берілген күш. Бұл мен мәселен оқып, мен бір шайыр болайын деп ізленгендей емес, бұл маған илахи, Алла Тағала маған құйып беріп қойған талант, қысқасы. Мен бұны сөндірмеймін. Телеграмнан канал аштым, инстаграмға кіріп келдім. Сол кезде мені қолып қуатлаған инсан бұл күйеуім. Мен басында білесіз бе, бір монолог оқитын қыз бар еді, блогер қыз. Соған жалынып жазады тұғын едім. Даусыңыз мощный, даусыңыз маған қатты ұнайды, мен бір қосығымды оқып берің деп жалынып жазады тұғын едім. Себебі мен өзімді негедір сол нәрсеге лайық көрмедім ба, яки қысындым ба. Өзіңіз оқып шығуға? Өзім оқып шығуға, орысша айтқанда дух жоқ та. Сөйтіп бір күні телефонымды қосып, папам инсульт алғанда әкеме жазған қосықты оқыдым. Сол видеоны күйеуім телефонымнан көріп қояды. Сонда тәсірленеді ол. Сөйтіп айтады, өзің жазған қосықты оқып отырсам ба сен? Мен не қыламын, жылаймын, бер телефонды деп. Ұяламын да өзім даусымнан, өзім ұялып тұрпа. Сол кезде айтты, сен неге ұяласаң? Өзіңнің даусың дым жақсы оқып тұрсаң. Мен саған ертең петличкаменен лед лампа бар ғой, штатив әперемін. Бол ертеңнен бастап өзің қосықларыңды өзің оқисаң, блогер боласаң деді. Сол нені маған мотивацияны берген күйеуім. Қазір мәселен блогер болуымның, сонша аудитория жинауымның, хаяллар мұңласы деп айтады ғой көпшілік. Осының бәрі бірде бір сағасы күйеуіме барып тақалады. Қандай ажайып. Өзі жәмиетте өмірлік жолдастың, яғни ер азаматлардың хаял адамды, өзінің хаялын сондай етіп қолап қуатлап атырған ер азаматлардың орны кіреулі аз, солар көбею керек негізі. Себебі қараң, бәрібір еркек өзінде жігер болмаса, хаялға жігер бере алмайды. Қараң, ықыласлы хаялды алып, ықыласы жоқ еркек оның ықыласын алып қояды. Күшлі зауқы бар хаялды алып, егер зауқы жоқ, өмірге зауқы жоқ еркек болса, оның зауқынан алып қояды да. Қара, егер еркектің өзінде жігер болса, өзінде мотивация деп айтамыз ғой, алдыға энергиясы болса, хаялына энергия бере алады. Өзінде жоқ энергияны қаяқтан береді? Сондықтан да мәселен қараң, 30 жастағы бір хаял менен басқа 30 жастағы хаялдың арасында бір 15-20 жыл парықта бардай болып көрінеді, бүйтіп қарағанда. Гүл де жақсы бағбанда өседі ғой, дұрыс па? Сондықтан да бұл еркеклер, мен үйлендім, мен бала шағалы болуым керек деп үйленбеу керек та. Мен әке боламын, мен күйеу боламын деп үйлену керек. Сонда жауапкершілікті көбірек алады. Мен бағбанмын, мынау менің гүлім, мынау маған келген аманат, мынау менің жауапкершілігімдегі нәрсе. Мынау өссін, оны андай болмау керек та, мәселен. Мен өсемін, мынау мынандай болсын деп. Көп еркеклер хаялы менен бәсекелеседі екен. Мен көп хаялармен сырласамын ғой. Ол сәл көтерілсе, ойлап қалады екен да, маған деген менсінбеушілік болады. Бұл өзі басқа өмір сүріп кетеді. Сол өмірінде бақытлы болып кетеді деп көп еркеклер қорқады екен. Сондықтан да бәрібір біздер айта береміз ғой, қызға самооценка керек. Қызға самооценка керек деп психологларым қақсап жатыр. Негізі олай емес. Негізі еркекке самооценка керек. Себебі самооценкасы бар еркек қана хаялын мынандай қылып қысаламайды. Бір неге қапеске тыққандай қылып тықпайды. Мен рауажланып па, мынауым рауажлансын. Мен спортпен шұғыламын, мынауым шұғылансын. Екеуміз бірге өсейік. Сенің жетіскерлігіңменен қуанады да, сен өзіңе қарап сұлу болып жүргеніңменен өзі мақтаныш тұтады. Сондықтан да самооценка бірінші нәубетте жәмиетте еркеклерге керек. Дұрыс айтасыз. Қазір еркек адамдарды айтып отырсыз, бірақ бір жағынан ажапа, хаял адам сондай сұлу энергия тарқатпаса, еркек адамды илхамландыра алмайды. Шаңыраққа кіріп барған кезде де, келген кезде еркек адам, хаял адам сондай ажайып тамақларын пісіріп, өзіне қарап, сондай мощный кеуіл кипят оған бағышлап жіберсе, ол одан илхамлене алады. Бірақ көп хаялар қазір, меніңше, психологларға барып, сол бір жағдайды қопал түсініп қалып жатыр. Қопал түсініп қалғанда мынандай ғой.
психологлар мүмкін дұрыс жеткізіп бере алмай жатыр. Себебі көп хаяларымызды тәкаппар қылып өсіріп жатыр деп айта алмаймыз. Тәкаппарласып жатыр. Қараң, өзіңді сүй деген нәрсені басқалардың бәрін жоққа шығар деп түсініп қалып жатыр біздерде хаял. Қараң, себебі мынандайда өзін сүю эгоистлік емес. Себебі қараң, мен өзімді сүйсем, мен сені де сүйемін. Себебі мен өзімді қадірлеймін, сен де өзімде инсан шахс ретінде мен сені қабылдаймын. Қара, өзін жақсы көрген адам жәмиетті де сыйлайды да. Ал қазір жаңағы не дейміз, психологлардың курсын алып тәкаппарланып жатырғандар бар. Мәселен қараң, мен анан энергия жібермеймін, себебі ол менің энергия жібермеді деген. Апуай мысалдан келтіріп айтатын болсақ, тұрмыслық бытовухадан келіп шығады ғой енді. Сондықтан да мүмкін психолог сайлауда да қателеспеу керек шығар. Мәселен, кітапты да сайлағанда қателеспей оқуымыз керек қой. Сондықтан да психологты да сайлауда қателеспеу керек деп ойлаймын, әсіресе хаял адам. Дұрыс айтасыз. Қазір психологлар көп. Жоғарыда айттыңыз, ата-анам сондай инсан, біздер үшін жігер берген, қара минет сілеген. Ал өзіңіз қандай ата-анасыз? Себебі өткенде социал тармақтарда айтып кеттіңіз, мен перзентлерімнің мені мынандай етіп еслеуін қалаймын. Сондай шадлы, сондай кеулі кипиятта жүретұғын анам сондай хаял еді деп. Ал өзіңіз қайтып еслейсіз, һәм өзіңіз қандай анасыз? Мен енді қазақ тілімен айтқанда эмпат деп айтамыз ғой. Мен өзім сондай анамын. Мен бұл балаларымның тәрбиясынан да көрінсе керек. Өзім қатты тәсір жеңмен. Баламның жағдайына кіріп қараймын. Менің күйеуім сәл қатты қол һәм дөрекі инсан да. Ол жағы мені бүйтіп еркелетіп қойғанмен ол қатты сондай дөрекі инсан. Сондықтан да балам кейде жабылып қалған кезінде мен баламмен қосылып, баламның айыбына өзім қосылып жылап, күйеуімнен мәдет сорап тұратұғын хаялман да. Һәм жаңа айтып өткенімде, енді мен ішіндегі көп нәрсені қалемге келтіре алмаймын, жаза алмаймын да, бірақ жаңағыдай менің балам, мәселен, көп біздерде еркеклер болсын, хаялар демей ақ қойын, еркеклер көбісі мынандай деп айтады, байқайсыз, менің анам қиналған, менің анамды разы қыл, менің анам көп қиыншылық көрген, енді қиыншылық көрмесін. Как будто қара, мен еркекпен саған үйленсем, менің анам бақытлы болып қалады. Мен саған үйленіп, сен жақсы келін болғаныңмен, оның өтміші, мәселен, тікіленбейді, бақытлы болмайды. Қараса, мен осы нәрселер мен кеуілімді қынжылтады да, сондықтан да мен энергияға толып жүргім келеді. Үйде бақырып қосық айтамын. Мен мәселен әзір корпуста тұрамын, қоңсыларымды әзір көріп отырса айтатын шығар. Бақырып қосық айтамын. Һәм кеуілім түссе де, мен жағдай барынша шадлы жүруге әрекет етемін. Мені балаларым солай еслесін да, менің анам энергияға толы еді. Үйде қашан көрсең бақырып қосық айтып жүретін еді. Папамен ұрсып болып ойнап отырып ауқат жеп отыратын еді деп айтуын қалаймын да, мен андай болуын қалаймын. Әкем бүйтіп қинаған, анам сөйтіп қиналған деп жағы. Бақытсыз балалықтың несін көрсеткім келмейді да, гаптың қысқасы. Мен сондай анамын. Бірақ еледе мен үйреніп келатырмын. Үйренерім еледе көп, бір жетік, бір жақсы андай бір анаман деп айта алмаймын. Балаларым менен өзім бірге өсіп келатырған анаман, кәптің ашығы. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, балаларыма қандай да бір нәрсе болса, күйеуімнен мәдет сұрап тұрамын деп, не? Енді біз сізді социал тармақта бақылағанымызда, машинада сіз күйеуіңіз, перзентіңіз қосық айтып баратырсыз. Бақыт, өзіңді танып білгенім бе? Біз больницаға баратпыз. Хафиза қызым ауырып қалды. Қалайынша қызы ауырып қалған ана сондай етіп қосық айтып баратыр. Температура 39 құсып келатыр соның өзінде. Себебі қараң, менде мынандай нәрсе бар. Бір тұңғиыққа кірсем, мен қатты кіріп кетемін. Оны күйеуім де біледі. Мәселен, көзім бүйтіп жасаурап тұр ма, ол андай до конца бармауға әрекет етеді. А мен өзім сондай адамым. Егер мені қазір жақыларым, сіңлілерім біледі, қатты күліп, көп сөйлеп, көп хәзілесіп кетсем, менде стресс бар екенін біледі. Мен өзім, мәселен, стресске түссем, пияң адамдай болып жүремін. Гаптың ашығы бар ғой. Пияң адам болады, өзіме өзі сөйлей береді, өзіме өзі күле береді, көп ауқат жейді. Мен сондай болып қаламын, стресске түссем. Көп ауқат жеймін, тынбай сөйлеймін. Өзімді солай жеңемін да, өзім солай ауытамын мен. Мәселен, балаларым ауырғанда да біреу балаң басы ауырып жатыр, қайта жаңа даусын деп, яқ, мен даусын қатты қойып, ойнап, күліп, врачқа барып, мынандай список да жазып береді. Давай, УЗИ, тағы бір зат, ішінде құрт бар, өтінде тағы бір нәрсе бар. Ойнап, күліп қайтамын. Осының бәрін жинап, бір жылаймын мен, бірақ менің жылағаным енді ол масқара. Сондықтан да сол балаларыма кеуіл бергім келеді, себебі мен ойбу балам мәселен, ойбу сен ауырып тұрсың деген сайын бала ырбия береді да. Сондықтан да энергия бергім келеді ауырып тұрған балаға да. Мәселен, шпакерлерде айтады ғой, медицинский жақтан емес, бәлкім моральный жақтан да жігер беру керек неге.
науқасына деп айтады ғой, ана да сондай да, бала ауырып тұрғанда. Жігер беремен кеуілендіремен деп отырсыз ғой. Көп аналарға айтарым, бізде бір жер ауырып қалса, айттым саған соны жеме деп. Айттым ол жерге барма деп. Ең жаман көргенім сол. Кейін ол бала ауырған жерінде айтпай қалады. Айтса да қорқып тұрады. Қазір мамам бақырады, қазір папам бақырады деп. Дұрыс айтасыз. Күніменен өмірлік жолдасыңызды, перзентлеріңізді айтып отырсыз. Сол өмірлік жолдасыңызбенен ең бір ұрысып қалған уақытларыңызды еске алайық. Сол бір стресслерден қалай шықтыңыз? Қазір тек өміріңізден, өзіңізден, перзентлеріңізбен болған стресслерден қайтып шыққанларды айтып отырсыз ғой, шыққаныңызды. Ал енді күйеуіңізбен болған ұрыстар, жанжелер, келіспеушіліктер қандай болады? Көбінесе біздерде перзентпенен, өзіменен болған нәрселерден шығып кете береді. Ұмытылады, бірақ егер өмірлік жолдасыңызбен болса, ол келіспеушілік жүректе сақланып қалады. Енді қараң, ұрысқан, келіспеушілікті айтпай ақ қойын да, мен мұхаббат хақында айтайын да. Мәселен қараң, мұхаббат біз ойлағандай нәрсе емес екен. Қараң, мұхаббат жек көрініштен кейін пайда болады екен, хақиқи мұхаббат. Қара, мәселен, сен менің хаялымсың, мәселен, екеуміз үйлендік. Сен жақсы көріп жүрген адам мен емес негізі. Сен, мәселен, қара, сен мен күйеуім болса, мен сенің менен байланыслы арзулар құрамын. Иллюзия, мәселен қара, менің күйеуім мынандай, мәселен қара, сен мені сөксең, жерге ұрсаң, демек сен сондай адамсың ғой, дұрыс па? Сен сөгетұғын, сен жерге ұратұғын адамсың ғой. А мен оны қалай қабылдаймын? Бұл ашуланғанда, бұл мені жақсы көргеннен сондай қылып жатыр деп, мен өзімнен бір не жаратып аламын. Бір күні келіп бір тарс етіп тиеді да, барлық жаңағы ойыңдағы өзің сілеп шыққан инсаның бар ғой, мәселен, мынау Данияр, мен ойымдағы Данияр. Бірақ негізгі Данияр бұндай емес, мен жақсы көріп тұрған. Осының бәрі бүйтіп сынады. Жек көру басыланады. Нафрат деп айтады өзбекше. Әне сол жек көріністен кейінгі туылған мұхаббат, әне сол хақиқи мұхаббат екен. Сондықтан да мен алдына бір көрсетуге барғанда да айтып едім. Хақиқи мұхаббат бұл ішқи емес, бұл құштарлық емес, бұл хақиқи мұхаббат сыйластық. Себебі қараң, менің түрім де бүйтіп тұра бермейді, менің талантым да бүйтіп тұрмайды. Мен ешкімге денсаулығын байлап беріп қойған жоқ. Мен білмеймін, ертең бір күн инвалид болып қаламын ба. Мұхаббат сөнсе де сыйластық ешқашан сөнбейді екен да. Ал сыйластық болып тұрған жерде кеуіл-кеуілден су ішер дейді Ибрам Юсуп. Сондай кеуіл-кеуілден су ішіп тұрған кезде мұхаббат ояна береді екен. Енді жаңа инсанды нәпсі басқарады ғой. Сондықтан да әсіресе еркек адамның ішқысы, бұл жаңағы еркек адамда переходной возраст әр 2 жылдан болады екен. Енді мен бір 30 жыл жасап қалған адамдай болып айтпайын да, мен 10 жыл күйеумен бірге жасаған болсам, мен соны сездім. Переходной возраст. Қараң, 1 жыл мынандай адам, кейінгі жыл мынандай адам. Мәселен, біздер тұрақтымыз, себебі біздер шаңырақтамыз, біздерде бір өсім жоқ, ал сыртқы ортамен араласып жүргеннен кейін сыртқы ортасына қарап еркек адам өзгере береді екен. Мәселен, айтамыз ғой, қазір өсекші еркектер көп деп. Не үшін өсекші еркектер көбейіп баратыр? Себебі ортасына жұқтырады да олар. Сондай да. Еркек адам солай өзгеріп тұрады, ал мұхаббаттағы ең жауапкершілік бұл хаялға барып тақалады екен. Себебі бәрібір сыйластықты сақлау керек болған, құрметті сақлау керек болған бұл хаял адам. Және бір нәрсе, бақырып сөйлеу, ұрысу бұл хақ болу деген емес деген не бар еді, оқып қалып едім, Конфуций сөйтіп айтады қара. Кім көп бақырса, сол хақ деген зат емес дейді да. Хақ адам тыныштықты сақлап та өзінің хақ екенін көрсете алады дейді да. Міне осы принципті қолданса, көп жағдайларда тұрмыста тыныштылық, жаңағы үлкен ұрыстар болмаған болар еді. Сондай еш нәрсені шұқырластырмай, еш нәрсені былғамай, мәселен, күйеуіңді ешкімге жамаламай, өзің шешуге әрекет етіп, сыйластықты сақласаң, ол сөнген мұхаббат та уақыты келіп бәрібір ояна береді да. Ондай оқиғалар біздерде болған, әлбетте шайқалмай тұғын, шаңарақ жоқ. Кейде мәселен, жаңа айтқандай, кім сен үшін құрбалық қылса, сол сенің көз алдыңда абыройсызланады. Ол дұрыс қой, мәселен, қара, сен маған бір іс айтып звонок еттің, мен алдым, ісіңді бітірдім, тағы айттың, тағы бітірдім. Мен сенің көз алдыңда автоматым, сен оны қалеме. Сен ықтиярсыз түрде маған деген бәрібір көз қарасың. Не? Ол қазіргі адамлардың несі? Кеселі ол. Сондай. Мен көп құрбалық қылғаным үшін күйеуімнің алдында әрдайым деп айтамын, көбінесе кішірейіп қалған кездерім болған. Себебі жаңа айтқанда, мен оның үшін отанымды тасладым, мен ата-анамды туысқанымды тасладым деп айтып жатырмын ғой. Сондай кездерде мен кішісініп, өзіңізге ма я күйеуіңіздің көзқарасыңызда ма? Күйеуімнің көзқарасында мен сондай болып қалған кездерім де болған. Енді мен оның ішіне кіріп шықпадым, мен былай бүйтіп қарасам, мүмкін сондай болған шығар деп ойлаймын. Себебі өзіме келіп, өз үстімде істеп, тек ойбай күйеуім деп оның балағына жабыса бермей,
ал мен тұлғаман ғой, мен шахспан ғой, мұкарама сені дүнияға тек Даниярдың хаялы болсын деп келтіріп қойған жоқ Құдай. Мен келдім бе, демек менің бір миссиям бар, мен бір жаңағы іс үшін туылған адамман деп өз-өзімді қолға алғаннан кейін хақиқи мұхаббат бізде сол кезде пайда болған. Мен қыз кезімде екеуміз жігіт қыз болып жүрген кездегі мұхаббат пенен қазіргі мұхаббатты салыстыра алмаймын. Аспан менен жер көктей несі бар, парқы бар. Сұрауыңыз қандай еді өзі? Келіспеушіліктер болған ба дедіңіз? Болған, әлбетте. Бірақ жаңағыда айтқандай сыйластықпенен жеңіп өттік барлығын. Жаңа айттыңыз ғой, өмірлік жолдасымызды сондай етіп құрамыз, иллюзия деген нәрсе бар. Иллюзия болады. Сол нәрсе қашан сынды? Сіздің құрған Даниярыңыз қашан сынды? Қандай жағдай болды? Соны айтып берің. Қараң, хақиқи Даниярды мен танып басылағанда қараң, не үшін еркеклер оны шын сүйген хаялды онша қадірлемейді, білесіз бе? Себебі шын сүйіп тұрған еркек тей бола алмайтұғын біледі, олар іштей сезінеді. Қараң, мен мынаның мұхаббатына мен бәрі лайық емеспін, сен ойлағандай мен адам емеспін деген зат тұрады да ішінде. Оның қасында өзім бәрібір хақиқи бет-бейнесін көре алмайтұғын болған үшін оған деген менсінбеушілік болады еркек адамда. Қашан сынды деп мен оны айта алмаймын, себебі ақланбаған үмітлер бар. Мәселен, бір адам мені өкпелетсе, сенімімді ақламаса, оған ол айыплы емес, оған мен айыпламын. Хадден тыс үміт артып жібергенім үшін, хадден тыс арзулар құрып жібергенім үшін оның менен байланысылған. Сондықтан да бұл жерде мен ешкімді не қыла алмаймын, айыплай алмаймын. Күйеуім бір қатты жаман инсан деп те айта алмаймын, жүрегімді бір қатты ауырды деп те айта алмаймын. Бірақ мені есейткен, мені осы жәмиеттің несіне таяр қылған инсан да бұл күйеуім. Бәрібір хаялдың ең несі досы күйеуі ғой. Панчитініміз, сол инсаннан панчимыз, сыйынсағам сол инсанға сыйынамыз. Міне осы мұхаббат деген заттың ішінде тек жаңа айтқандай ішқи емес, ол барлығы жатады. Ағаңдай сыйынасаң, кейде әкеңде сыйынасаң, көп нәрсені әкеңе айта алмайсаң мәселен. Дұрыс айтасыз. Мен күнімен неге қиын жағдайларды айтың, содан шыққан ситуацияларыңызды айтып берің деп күнімен айтып отырмын, себебі қазір ажырасулар көп ажапа. Жас тұрмыс құрып жатыр, бойы жетіп, өзінің ойлаған уақытында тұрмыс құрып жатыр, бірақ кішкене бір не деп айтсам болады, келіспеушіліктер астында ажырасып кетіп жатырыпты да. Өзім жаспан, дұрыс айтуым мүмкін, қазір көріп отырған хаял қызлар да, көріп отырған ықыласбектеріміз де өзі кітабы болып не айтып отыр деп, бірақ мен атрапымдағы өзімнің достарыма, заманластарыма, ажапаларыма, кішелеріме қарап, сол затларды сіздерден алып осы көріп отырған ықыласпенділерге жеткергім келеді да. Сондай болып өмір тәжірибесінде қиын дәуірлерден нандай етіп өттік, сіздерден нандай қылың дегенде қылып. Бәрібір 1,5-2 сағат қазір бізді көрсін, мейлі ярым сағат көрсін, соның ішінде күнделік бетлеріне түртіп қалатұғын. Өмір жолыңызда сондай мазмұнлар болады, соларды алып қалайын деп әрекет етіп жатырмын. Енді өмірде қазір хаме бір-біріменен дос, социал тармақларда достары көп, я? Дос деп негізі кімді білесіз? Кім негізі достыңыз? Қандай инсан? Менің бір достым бар да, еш себепсіз мен онымен араласпай кеттім. Сізге осылай етіп айтайын да, астарлап. Менің бір достым бар, шын достым болды мен. Еш себепсіз, ешқандай себеп, ол мен кеуімді ауыртпады, ешқандай қиындатпады. Мен еш себеп, просто так араласпай кеттім. Қазірге дейін мен мәселен, оған жазбаймын. Ол маған анда-санда жазады, мен тек жауап жазамын, жаным деп, бірақ жазамын оған достыма. Не үшін? Себебі қараң, менің жүрегімде ешбір болса бір инсан шын дос болып сақланып қалсын деп. Шын дос дегенде, сен достық не екенін білесең бе деген кезде, ауа деп айта алуым үшін мен онымен мүнәсібетті үзіп жібердім. Себебі одан да панчиуден мен қорқтым да, кәптің ашылам. Менің бірінші достым, ешқандай себеплерсіз сөйлеспей, жазыспай кеткен, қатынаспай кеткен досым янына түсіп кетті. Көрдіңіз ба, адамға ортасы тәсір тигізеді да. Мәселен қараң, мен біреуден панч жесем, тағы біреуден панч жесем, уже менде андай не айтамыз, қорғаныс күші пайда болады да. Мен өзімді сақлағым келеді. Неден? Мәселен, күйеуін қиянетте ұстап алған келіншек не үшін күйеуін тексере береді? Қаяқтасаң, телефон тексереді, ананың паролін сұрайды, қорқады, және алданудан, қиянетті көруден қорқады да. Сол сияқты достан панч жіберген адам да, мына достыма мен алдамаймын екен деп, осының абыройы хотя бы мына жүрегімде осы дос сақланып қалсыншы деген ниетпенен мүмкін үміт мүнәсібетті үзетін шығар. Мен өзімнің состояниемді солай түсіндіріп айтамын. Қара, мен Индира деген досым бар. Индира мен көріп отырсаң, мен сені қатты жақсы көремін. Сол
достық не екенін білесің бе деген сұрау кезде ала білемін, менің достым бар деп айта алу үшін мен мөнәсәбетті үзіп жібердім онымен. Мүмкін өзі де ойлайтын шығар, мынау өзінше болып кетті, неге жазбайды, не үшін менімен сөйлеспейді деп ойлайтын шығар. Шын дос болып бір адам хотя бы жүрегімде қалсын дедім да мен. Ол маған пант етпей тұрғанда, ол маған қиянат етпей тұрғанда мен мөнәсәбетті үзейін, зато естелігімде бір шын дос қалсын деген мақсатте да бұл. Қазір сіз айтқан кезде менің досым яныма түсіп кетті да. Мен қатты не қыламан, кеуліме алдыман, хатико оны тойыма шақырмаппан ғой мен. Неге жұлдыз деген достым, көріп отырсаң сәлем. Көрдіңіз бе, бәршенің жүрегінде бар екен да сондай неге досым. оны шақырман деген сезім қазір күнімен сіз айтып отырған кезде кеулімнен өтіп отырыпты да. Той темасын өзім баслап едім, сізден сұрағым келеді. Не үшін ақ көйлек кимедіңіз еле кеш екен? Енді киетін шығарман. Менде біздер екеуміздің мынандай не дейміз, мінезіміз дейміз ба, жаңағы салт дәстүріміз дейміз ба, онша адамдарға ұқсамайды. Содан біз көп қонақ шақырмаймыз. Біз көп жаңағы қонақлық істемейміз. Мәселен, мен баламның сүннет еттім. Жаңа мен естіп жатырмын, мәселен, үлкен той қылып дәбдебер қарызланып қалып жатырғандар бар. Мен сүннет еттім. Баламды мұсылман қылдым, сүннет еттім, болды. Қызларымды тұсауға кетіремін, 1 жасын беремін, артықша шығынларсыз. Одан қалған нәрсе, мәселен, инвестиция қыламын, бизнес ашамын. Біз өзіміз, мәселен, той береміз деп жинаған ақшаны маған, мәселен, күйеуім алып келгенде, мұкарам, қара, ақшаны алып ауылға қайтсақ, мынандай етіп той береміз. Бірақ мен ана жерден аренда алғым келіп тұрыпты. Сен маған көмектесесің бе, сен маған ақ көйлек кигізбедің Данияр деп өкпелемейсің бе? Бизнес ашсам бола ма дегенде мен қолап қуатладым. Маған ол бір күлік жағы шадықұрамлықтың не керек бар? Давай баламызды жақсы етіп өсірейік. Қазір көпшілік, мәселен, шетелде ата-аналары, балалары ауылда жүр. Мәселен, ата-енесінде болсын, кемпір-қарының қолында. Ондай болмасын. Баламызды қасымызда асырай алатұғындай, ұсаяқтың сәдекілеріне беретұғындай жағдайымыз болсын, керек емес маған той дедім. Және ақша жинады, болды, енді той беремен саған деп. Ақшаны жинады да бүй деді. Мұкарам, осыған той берейік, яки мен машина алайын, иномарка мінгім келеді деп. Ал сол кезде мен ойладым, не үшін иномаркаға өзімізді лайық көру үшін қиналуымыз керек? Не үшін бір белгілі бір жасқа жетуіміз керек? Менің күйеуім зәбәрдей жігіт, жап-жас жігіт, жас кезінде неге иномарка мінбеу керек ол деп ойладым. Күйеуіңіздегі бірінші мақсат сізге той берейік, сенің арзуларың әмелде асырайын деген нәрсе болып тұрған жоқ ол жерде. Менің қазір сізді естіп, мендегі көзқараста. Қазір бір ауыз сұрайын. Яқшы дейді ғой менің келіншегім. Сөйтіп, қазір машина мінемен. Ондай емес, қараң. Ойласық болды. Егер мен ауа яқшы қалеме, мәселен, кеше біз игровой клуб аштық қой. Сол кезде қазір келеміз. Қараң, осы ақшаға той береміз, мынандай етіп, саяхатлаймыз деп. Ал мен оны балаларымның келешегінің инвестициясына жұмсадым. Мәселен, мен просто тек қана той емес, қонақлықлардан айтайын. Бұдан не қаншы мен тісімді емлеткем жақсы. Мен де айтайын дегенім, еш нәрсенің кеші жоқ. Мен анам елеге дейін сұрайды ғой. Мына дос яран сорап жатыр, мына қызың Инстаграмда мынандай өмір сүріп жүр, бұлар той бермей ма деп жатырыпты. Мен айтамын, достарың Роналдо да әйеліне үйленбеген екен деп айтты. Деймін ғой мамам. Сондай, оның еш кеші жоқ, мүмкін ендігі ай болатын шығар тойым. Егер мен қалесем да, мәселе, егер басқа бір нәрсе шығып қалмаса. Жаңағыда мен айтқандай артықша болмашы жағы дастархан жаюлар, болмашы жағы жиналыстар, отырыспақлар, играларды мен өзім қош көрмеймін. Оны басыма пайдасы бар нәрсе. Мен сол күтті ақшаны тежіп, өзіме массаж алсам да, сол өзім мәселен пайда да. Сол сияқты. Бірақ ақ көйлек кию менің арзуым, елеге дейін. Күйеуім де ол еш қарсы емес, берсек бере береміз деп отыр. Мүмкін жақын арада болатұғын шығар. Енді нағыз ақ көйлектің қадірін білетұғын кезімде, дос дұшпанды айырған кезімде. Мынау менің ақ көйлек кигенде, мынау менің бақыт тойымда қасында болу керек. Адам деп атрапында адамлар жиналғанда менің тойым болайын деп отыр. Бірақ айтып өтейін, мен 100 адамнан көп болмайды. Артықша жағы не болмайды. Енді мен кеше ағайынлерге айтамын, ажапамларға айтамын, құдалық болмайды менің тойымда. Анаға материал берді, мынаған костюм шалбар болды, берді деген болмайды. Киесіз киімдеріңізді, тоқылдақларыңызды киесіз, тоқ деп барып туылған менің тойымда ойнап, күліп, қайтасыз болғаны деймін ғой. Ондай тойды сен бірінші баслап беретұғын шығарсаң дейді ғой. Мүмкін сондай тойды мен бірінші баслап беретұғын шығармын. Артықша мен бір ауқат, 2 ауқат дегенге де тойға адам ішіп жеу үшін бармайды да. Мәселен, мен өзім тойға баратын болсам той боламын. Қазір мен барып
ойнайыншы деп не. Мен көп тойларға келіп жүрмін. Мен жағы хавсалам өзбекше айтқанда құритұғыны көттай, мәселен қараң, бір адамның өзіне 150 мыңға дастархан, бір адамның қорын 150 мың сом, өзіңіз ойлап қараң. Bir адам сен барасаң тойға, бір балаңды, екі балаңды, қолыңда тағы бөпеңді алып барасаң, өзіңіз ойлап қараң. Соларды көріп мен ойлайтын хорошо, что мен той бермеген екенмін. Но енді ана келіп отқан бала менің тойымның не мәнісін біледі? Мен машақатпенен тырнақлап жинаған ақшама жайған дастарханыма ана бала соның не мәнісін, не қадірін білсін мәселені. Сондықтан да мен осы жерде айтып өтейін, алдына бір інімнің тойын бергенде мен қатты қапа болғаным, сол Қоңсыларда балаларын қойып жіберген бір автобус, өзі қараң, районнан Нүкіске келіп той беріп жатырмыз да, өзі. Мен тойдың басында жүріп. Автобусты ашсам, әр үйден 2 бала келді де 3 стол автобус болды. Қарызланып қалдық тойханада. Мен ойлаймын, менің нервім мына затқа жетпейді. Сондықтан да Мұратнамаға егер жазғыңыз келсе, менен сізге ұсыныс. Балаларсыз келің деп қызыл әріппен жаза берің. Қапа болған қапа бола берсін. Себебі біз тойларды балалар үшін емес, біз замандастарымыз үшін береміз. Ажапамыз үшін, жездем, ажапам көрсін менің бақыт тойымды, ойнасын деп. Балалар нені біледі? Ары жүгіреді, бері жүгіреді. Уағыр-бұғыр, ешкім бір-бірін тыңлап отырған жоқ. Мәселен, тойларда отырсақ та, осы күн үшін сен ақша табасың ба? Осы күн үшін сен дастархан жайып той беріп жатырсың ба? Сонда бақыт тойы деген қайда қалды? Мәселен, бақыт тойыңда қасыңда тұрайын деген қайда қалды? Әркім өзіме өзі ішіп жеп жатырса мәселен. Сондықтан да менің тойым басқаша форматта болады. Идеалымды солай ойлап қойдым. Қаттандай французский фуршет деп айтамыз ғой. Сондай деп ниетлеп отырмын. Сол жағы сұрауыңа жауабым, ақкөйлек кию менің арзуым, бұл еште арман болып қалған жоқ. Еле де кешеміз. Мен еле жаспан, любой ақкөйлекке мен жарасаман деп ойлаймын. Әлбетте, арзуларыңыз, ниетіңіз, жолдасыңыз болсын. Амелге асың да қалесе. Біз де баратын шығармыз енді 100 адамның ішінде болсақ. Олай болса, жаңа айтып өттіңіз, перзентлеріме инвестиция кірттім деп, перзентлеріңізге тәрбиені қалай бересіз? Әке, бір ер балаңыз бар, сол ер балаға қандай тәрбие береді? Хаял адамға қарата. Дұрыс, енді ер жетіп келатырған балаңыз, ал сіз екі қызыңызға қандай тәрбие бересіз? Әке мехір береді, ал ана тәрбие береді. Сіздерде тәрбие қандай? Бірінші мен күйеуімнен ілтимас етіп әрдайым айтатыным, Данияр, мен Алланың көзінше сөкпеш, Алланың көзінше сен мен қылықларымды айтпаш. Себебі еркек балаға анадан өтеді да бәрібір энергияны. Еркек баланың даналығы да бәрібір генетикасы хаялдан өтеді екен. Ал қыз балаға еркекте өтеді екен. Ол бар екен, не қылынған зат. Менің күйеуім жаңа айтқандай дөрекі, қатты қол, қопал, эмоцияға тез беріледі. Мәселен, дәру ақылға салып, деп, маған ұқсап деп тоқыма тоқып отырмайды. Ал мен қазір мен Аллаға қалай айтамын, мына айтып айтсам қандай болады деп ойлаймын ғой, мәселен. Ода ондай нәрсе жоқ, жаңағыдай шырпыдай жанып кетеді да. Күйеуім сондай не. Бірақ жаңағыдай перзентлер үшін һәмме нәрсеге тайын, өзінің арзуларынан кешуге де тайын. Жаңа айтқанда біздер тойымыз болмауына да қайыл болдық. Жақсы роддомларда босану үшін, жақсы бақшаларға беру үшін балаларымызды. Сондай, ал мен өзім қызларыма көбінесе еркек адам менен хаял адамның арасында шекара үлкенірек болуын қазірден үйреткім келеді. Mesela қара, бала бар ғана, бала бар, давай кейін тез. Анау бала ғой, сен қызсың ғой, деп мен солай үйретемін. Mesela Алан мальчик, сен девочкасың, саған болмайды. Папа, енді мәселен, менің қызым өзі сөйтіп айтады, мәселен, үйде кейде бір шортымен жүрсе, папа келіп келсе, папа мальчик келді, давай мен көйлегімді киейін деп айтады. Көрдіңіз ба, мен көбінесе осындай нәрселерге этибар беремін. Күйеуіме де мәселен, сен майкасыз жүріп қалмашы үйде. Қызларымыз бар ғой, екі қызымыз. Олар не түсінеді деп ойлама. Жынысы нелерді бөпе 6 айдан бастап біледі екен. 6 айдан кейін ер баланың, мәселен, қыз баланың бұтын тек анасы жуу керек. Ал біздерде не қылады? Дәуде балалардың несін құйрығын сүйіп отыратығылар бар, мәселен. Дұрыс па? Осындай нәрселерді мен көріп өстім, мәселен, не бір қатты тәлпіш еркек қылып өсіріп жатырғалар бар. Бұлардың қате емес, қате. Жәмиетке мен соларды айта алмағаным үшін, жәмиетке нені айтып жеткізе алмадым, міне осыларды мен балаларыма жеткізуге әрекет етемін. Солай тәрбие бергім келеді. Атрапыңыздағы сіздей перзент сүйіп отырған аналар, аталар көп. Солардың тәрбиесіне қарата өзіңізде қандай нелер бар, ренішілер бар? Бір ренішім әушпер деген. Ең жаман көргенім сол. Мәселен, хотя менің қызым, мәселен, 4 жастан кетті, мен қызым сәлемдеспейді. Мен не үшін бұл зат пайда болған, мен соны түсінбедім. Демек, бір нәрсе болған ғой, оған ұнамай тұғын.
бала психологиясын түсіну үшін баланың түріне қараудың өзі жеткілікті. Бала өтірік сөйлеп береді, балалар өтірікші дейді, негізі ондай емес. Баланың эмоциясы тез шығады. Менің қызым, мәселен, менің өзім төркініме барса, менің әкеммен сәлемдеспейді. Қолыңды бер, Һәмме қолын зорлайды. Ойбай, ұятсыз, майбай, масқара дейді. Өтіп айтпаң, өтіп ұялдырмаң. Бергісі келмей тұрма, бермей-ақ қойсын. Демек бір себебі бар, үлкейсе үйренеді. Сондай бір жерге барсаң, ауыш бер, жездеңе ауыш бер, ажағыңа ауыш бер, тағы біреуге ауыш бер деп зорлап атады балаларын. Ол дұрыс емес. Не үшін сенің балаң біреуге ауыш беру керек? Балаңды өзің сүй, болды. Мен мәселен күйеуім соққа дейін қызларының ерінен сүймеген, ұлыма. Мен өзім баланы ерінен сүйме. Бұл гигиена да. Мәселен, туылған баланы көрдіңіз ғой, туылған балаға ерінен сүйгенде қандай инфекция жұғуы мүмкін. Оны интернетте де іздесеңіз болады. Мен күйеуім әрдайым бетінен, маңнайынан сүйеді. Міне осы нәрселерді мен атрапымдағыларға қарап, мәселен, әкелері қалай ұслайды өзлерін, соларды көріп, мәселен, кеше біздер Ащыкөлге шомылуға бардық. Әкелері қызлармен трус үймен шомылып жүр. Бұл дұрыс емес. Әке қызының алдында шортуйменен жүру керек. Ешкім менің тәрбиемді алу шарт емес. Сіз айтып отырғаныңызға, әтрапыңыздағыларға өкпеңіз деп айтып отырсыз ғой. Осы нәрселерге тәуір беруін қалаймын. Қыз баланы ойбай жаңағы еш нәрседен кейін жақсы садикке бердің, тағы бір нәрсе емес. Қыз балаға өзің тәрбие көрсетуің керек. Менің әкем осындай еді. Қыз бала жаңа айтқандай, жігіт сайлағанда да соларға тәуір береді. Менің әкем менен ұялады ғой, мынау неге менен ұялмайды? Неге интимный темаларды мынау маған қозғап жатырыпты? Мынау дұрыс емес қой деп. Мәселен, интимный тема не үшін тұрмыстан бұрын, тойдан бұрын басыланып кетіп жатыр? Міне осының бәрі шаңырақта әке қызына деген жетерліше не бермегенлігінен болып жатырыпты. Мүмкін бұның өзі де сауат қой негізі. Біздер ойлаймыз, ата-ана болдық па, болды біз ата-анамыз деп. Бірақ ата-ана болу да сауат талап етеді. Бір перзентті дүнияға келтірдің бе, гигиенасын үйрену керек. Мен мынаны қалай жеткіземін? Жағы оқы және оқы дейді. Құранның басы иқра деп басыланады дейді. Ізлен деп басыланады дейді. Сен ана болдың болды деп тоқтап қал емес. Сен әке болдың болды. Сен мына тамақ әкеп берсең болды, бар жұмысыңа бар, айлық әкелсең болды емес. Сен ізлен, оқы. Мен так қызның әкесі болдым, так не затларды маған қылуға болмайды. Қазір тем более ChatGPT бар. Өзім орыс болса да сол жақсы жеткеріп береді. Не затларды қылмау керек екеніне, мәселен. Сол менің өкпем сол бөпелерді ауыш беруге мәжбүрлеу, ананың үйіне баруға мәжбүрлеу, һәм біреудің үйінде қондырғанына мен қатты сондай өкпем туылады. Балаңды өзіңнің үйіңде қондыр. Себебі менің не молчи деген рубрикам бар. Инстаграм тармағыма кірсеңіз, көрсеңіз болады. Қыз болсын, ұл болсын, бұл теманы көру керек деп ойлаймын. Жау алыстан келмейді, достан, жездеден, ағадан, тағы бір нәрседен, әкелерінің жораларынан, сондай нәрселерден келеді. Сондықтан да сыртқы ортадан баламызды біз қорғауымыз керек. Баланы бағу емес, қорғау керек. Мәселен, көпшілік ойлайды, ана болу, баланың ауқатын беру, бұтын таза ұстау, ұйықтату деп ойлайды. Негізі ондай емес. Ана болу бұл қорғау. Әр нәрсенің жаман ойламай, жақсы жоқ дегенде, жаман жақларынан ойлап қоя беру керек деп ойлаймын. Теманы ашық айтпаймын, Инстаграм тармағыма көрсеңіз болады. Әлбетте. Жоғарыда айтып өттіңіз, мен мектепте балалық шағымнан сондай активный қыз едім, белсенді едім, қосық жазатын едім деп. Сол қосық жазушылық негізі қаныңызда бар ма, яки сізден басланды ма? Мен тек менде. Менің ата-бабаларым диқан болған, фермер болған, тігінші болған, шебер болған. Шайыр жоқ. Сен қаяқтан шыққан шайырсаң дейді елге дейін ағайындар. Бірақ іздестіріп көрдіңіз? Көрдім, ешбір шайыр жоқ. Ең бірінші күнделігіңіз бетіне түскен төртліктер ядыңызда ма? Енді маған көпшілік айтады да, мұңлы қосқылар сіз жақсы жазасыз деп. Неге? Себебі мен бірінші жазған қосығым мұңлы болғанда. Қандай? Атам қайтыс болды. Мен айттым уже, атам мен апамның баласы едім деп. Атам қайтыс болғанда естім, мына төбесіне жазатын қосықларды ойласып отыр. Бірақ енді ол кездер қосық жазыла береді ғой. Сол атамның басына қосықты мен жаздым. 2 куплет қосықты өзім жаздым. Енді ойлаймын, мүмкін мұңлы қосықларды жазудағы мендегі өзгешелік мүмкін сол ең бірінші қосығым сол трагедиямен байланысты болса керек деп ойлаймын. Менің сұрауларым ішінде осы тема бар еді. Не үшін қосықларыңыз әрдайым мұңлы? Сіздің өміріңізден келіп шығып па? Яки қандай бір жәмиетте көп нәрселерге ренішіңіз бар ма? Енді айтқандай, хаялар мұңласа деп атайды ғой мені. Мүмкін халықтың кеуінен шығып атырғанның себебі де мүмкін халықтың өзінің дәрті болғанлығы үшін. Хамжа айтқандай, хаттар жазады маған, ер адамлар да жазады. Бірінші арға хат деген қосығымда сол бірінші хаялын жоғалтқанына өкінген ер азамат ағамыздың тіліне жаздым мәселен. Көпшілігі құмар ойынларына берілген ер адамның хаялының тіліне жазғанларым. Бұның барлығы жәмиетімізде болып атырған уақиялар.
менің жүрегімді қынжылтатұғын. Мәселен, ажыраспаңлар деген қосығым бар, баланың тілінен жазған. Міне осы да өмірімнен алынған бақытлы қосықларым бар. Бұл менің жаңағы Инстаграм тармағында, бірақ оның ахваты не емес. Хам ахват көп, соң үшін моңғол жазаман деген. Олай болса, ең бірінші күнделігіңіз бетіне түскен сол түртіклерді оқып беріңіз. Соң жаңа айттыңыз, иә, ажыраспаңлар деген бала тіліне. Соң сонда оқып беріңіз, қалаймыз. Атамның басына жазған қосық, мен расын айтсам ол есімде жоқ. Бірақ жаңағы бала тілінен жазған қосығымды оқып берейін. Егер жаңа сізді зеріктіріп қоймасам, әлбетте. Бұл қосықты мен ажырасып батырған, менің өзімнің танысыларымның өмірінен тәсірленіп жазған едім. Ажырасып батыр, расында һәме өзіме өзі сөйлесіп батыр, балаға обал болды. Балаға обал болды деп батырмыз да. Оны ойлап батырған ата-ана жоқ. Сондықтан да соның баланың тілінен жазған қосығым бар. Оқып берейін. Ажыраспаңдар. Мен балама бір қайғының куәсі. Жәбірлеген ата-ана күнәсі, бір-біріне суық болған қос тағдыр жылымады хәтте кеуіл қанасы, ойламады еш болмаса баласын. Бір тәрепте ана жаным, қастерлім, тұрмыс мұшы бұзған оның әпшерін, екі автор тыңламастан бір-бірін шыжбайлаған кеуілімнің дәптерін, көз жасымның сиясынан харплері. Ана жаным орамалын таслады, жалғызлық қосығын айта баслады, дат бират боп мен әкемнің үйінен кете алмай көзлерімді жасладым, қара бұлтқа толып кетті аспаным. Ана жаным ғам күн тартты жүзлері, хасіретлі хайюының сөзлері. Бала кеуілім ықласынан айрылды, жауызлық нышанын көрді көзлерім, тағдыр емес, қинар өзі өзлерін. Көз шырымын алмай кейде таң атты, жылы төсегімде тоңаман қатты, әке жаным сені жүдә сағынып, суретіңнен ізлеп жоқ мұхаббатты, тірі жетімлігім кеуіліме батты. Кел әке жан, жібермеймін, кетпе де, шаңарақтан айры қайғы шекпе де, өзің сайлап алған қалбың бекесін, тұрмыш жолын бірге тартып епле де, мен сізлерді жібермеймін, кетпе де. Алланың бұйрығы менен таныссыз, бір бүтінсіз, лекін жүрек алыссыз. Менмелікті емес, мені сайлаңлар. Сізлер маған бір шаңарақ қарыссыз, маған бақытлы шаңарақты қарыссыз. Қандай жайып. Қазір глобал темалардың бірі ажырасу. Меніңше тек қана екі жұптың ортасындағы кішкене қателіктер деп ойламаймын. Сол үйдегі ата, ене деген үлкен адамлардың кішігірім қателіктеріменен үлкен шаңарақ айырылып кетіп отырды да. Сол бір ене темасында қазір жәмиетте көп естесіз ғой, өзіңізде, сізге де көплер сұраулар жаулады. Ата ене темасында қалай сіздің пікіріңіз? Енді жаңа жәмиетте дегенге айтатыным, бірден бір себебі енелер келілермен бәсекелесіп отыр. Себебі жаңа айтқандай адамның нәпс басқарады. Мәселен, сен маған қазір күйеуіңменен қалай тез қожалық болып, қалай тез көтеріліп кеткеніңді айтсаң, мен автоматым өзімнің өтмішіме көз тасылаймын, дұрыс па? Қалай қиналдым мен. Егер мәселен таяқ жеген болсам, мен таяқ жедім деген сияқты салыстырады. Адамды нәпс басқарады деп жатырмыз ғой. Мен қиналдым, бұл қиналмады. Демек, бұған қандай да бір қиыншылық керу керек, давай бұл қиыншылық менен болсын дегенде бейықтияр түрде. Бұл баламның бақытын ойлайман, баламның жағы келешегін ойлайман деп тұрғанмен түп санада, айтамыз ғой, түп санада бейықтияр түрде қандай да бір қиыншылықтар келінге болуын қалеп тұрады. Бәсекелеседі. Дұрыс айтасыз. Сол орында менің бір жақыным жақында сол жаңа ажыраспаңлар деген қос қатарында көз алмай елесеп кетті да, үйге келді. Айтады да, келін өзі достым, жақыным, 4-5 жылдан бері ойлайтыны енемнің дейді да. Біздер тура ойлап тұрмыз, жас болып дұрыс ойлап тұрмыз, бірақ енем қалай 4 жылдан бері бұлар ұрыспайды? Не үшін ұрыспайды? Оларды байлап тұрған нәрсе не? Бірақ баланың соншелі анасыны беріп отырған нелері зұлымлықларына келіні шыда, баласын сондай етіп үйінде мошна етіп алып отырғаны көз алдына келмейді. Баласы жоқ көз алдына. Тек қана өзі, сіз айтқаныңыздай өтміші һәм біз. Енді Перизат қара, біз не үшін күйеуге шықпаймыз? Біз тұрмысқа шығамыз ғой соның үшін. Шетелде күйеу замужем деп айтады. Мен күйеуге шығып жатпан дейді. А біздерде не дейді? Тұрмысқа шығып жатыр дейді.
Біздерді кішкентайымыздан бір-біріне сәлем салып атқан, таңда тұрып атқан, завтракқа да самса пісіріп атқан, соларменен біздерді улап өсірді. Былай қарап отырсаң. Біздерде мәселен бүйтіп ойлаймыз. Мен жақсы қатын болуым емес, бірінші болып мен жақсы келін болуым керек. Ал алдына шарт қойып алған адам не қылады? Автоматом қателеседі. Мейлі, ата-ене темасын қозғасақ, шаңырақты қозғасақ, har тараплеме келіспеушіліктер бар, дұрыс. Ал енді жақында сіздер өмірлік жолдасыңыз екеуіңіз бизнес басладыңыз, иә? Сол бизнес жәмиетке ұнамады. Жәмиеттің көпшілігіне ұнамады. Әсіресе хаял қызларға. Не үшін? Енді қараң, көпшілік мені менен инсалар бір идеал жаратып алғанда, қараң, хаяллар. Сізден күтпеген едім дей береді. Қараң, сізден күтпеген едім. Мен періште емеспін ғой. Мен өзіне идеал, жаңа айттым ғой, мұхаббатта да сондай бір иллюзия жаратып алады, сол сынады. Сондай көпшіліктің алдында мен мұкарама деп жаратып алған иллюзиясы сынып кетті мен игровой клуб ашқанда. Бірақ енді Саидмұрат Давлатовтың өзі, біз наставнигіміз, соның өзі айтады ғой, ақша саған жұмыс істеу керек дейді. Мен не үшін ақшаны өзіме жұмыс істеуге қарсы болуым керек? Мен жағы арға батырғалар, мәселен, клуб ашты, ойбай, неге учебный центр ашпайды деп атырғалар, маған 1-2 шөрек нан әкеп бермейді ертең тарқыса мәселен. Баламды жақсы мектеплерде оқытпайды олар. Дұрыс па? Сондықтан да сол постты салғанда бір күнде 300 адам отписаться етіпті мені. 300 хаял мені. Дайректке кірсем, мұкарама, мен сізден күтпедім деп. Бұның айбы мен емес, бұл әлбетте еркеклер. Себебі қараңда, мен игровой клубларға, киберспортқа қарсы емеспін. Просто біздерде еркеклердің әзілігінің себебі бір нәрсеге кетсе, өзбекше айтқанда, мүккесіден кетеді. Қараң, играма игра, жұмыс па жұмыс. Қараң, жұмыс пен играны алып барма, демек шаңарақты ысырып қоюым керек. Шаңарақта не қылма, демек жораларымды ысырып қоюым керек. Көп еркеклер сөйтіп сөйлейді, білесің? Онда мен сенің бетіңе үңіліп отыра берейін, жораларымды кеше қояйын. Қараң, не үшін бәрін бірге алып бармасқа? Мәселен, мен жақында бір шөлкемнестіре жақпан конкурс, біздерге ойнауға келген киберспортшылар 30-тың арасында кітап қоспақшымын. Ол кітапты енді ол сыра оқымайды, себебі біздер киберспорт иесі болғаннан кейін ол хаялына апарып береді. Қандай да бір хаял шаңараққа бір не болсын деген. Хаяллар өздері білмеген халда мені жаман көріп тұрып, өздерінің күйеуіне деген өкпесін айтып тұрды бұл жерде. Комментарийді оқысаңыз, көп нәрсемен негізі қарғысыларды удалить тасладым. Сондықтан да мен бизнес ашқаныма өкінбеймін. Бірінші жағы бизнестің қағидасы ертеңін ойлап ашу керек қой. Сұрау өтпей тұғын, ірімей тұғын, шірімей тұғын. Қазіргі заман талабы, мен аштым, еште өкінбеймін. Өзімнің келешегім үшін, әркім өзі үшін әрекет ету керек. Дұрыс айтасыз. Кімнен пән жедіңіз? Өзімнен. Жаңа айтқанымдай ғой, бір инсан саған пән берді ме, демек оның айыбы емес, ол лайық емес абыройды сен оған беріп тастағаның үшін өзіңді айыпла. Сондықтан да өзіме өзім пән бердім көбінесе. Өзіме қарамасам да, демек өзіме пән берген боламын. Біреу мені алдаса да, оған сенгенім үшін өзіме пән бергенмін. Сондықтан да пән беріп жүр, өз тағдырым өзіме деген бір қосығым бар еді, ұмытып қалдым. Сондай өзіме өзім пән бергенмін. Қосығым бар еді деп айтқан кезіңізде кеп қалды сұрау, енді негізі қысқа сұраулар еді. Кітап шығару ойыңызда бар ма? Кітаплық том болатұғын қосықларыңыз жиналды ма? Том болатұғын қосықларым бар, бірақ анализлеу керек. Негізі мынандай екен, шайырлық бұл мынандай нәрсе екен, қазір тұрып бір жыл бұрын жазған қосығымнан көңілім толмайды мен. Неге? Менің кітабым бар, кішігірім, сонда менің жүрекшем деп айтамын. Білім баспасынан шыққан мен Кеуілге жол деген кітабым бар. Бұны Хожелі районы хакімлігі қолы қуатлауымен шығарған едім. Онан кейін енді әлбетте том шығару ниетім бар, бірақ елеге дейін сол кітапқа өзімді лайық көрмей жүрмін, кітаптың ашығы. Бақыт сіздің көз қарасыңызда? Бақыт бұл хаял бақытын айтайын да, бақыт бұл құжданның тазалығында. Себебі құжданы таза инсан ғана шын бақытлы өмір сүре алады. Мәселен, мен қазір мендегі болып тұрған материалдық жағдай, шын жағы бақыт маған татымайды егер мен құжданым кірлі болса да. Сондықтан да бақыттың түп текары бұл құждан тазалығы деп ойлаймын. Өзін жақсы көру? Өзін жақсы көру, бірінші нәубетте өзін жақсыға лайық деп білу. Дұрыс айтасыз. Кейін өзін жақсы көруде көп хаял қыздар қазір түсінеді. Мен салонға барсам, жақсы қазір ең соңғы маркадағы айфонларды ұстасам, сумкаларды, картерлерді ұстасам деп негізі өзін жақсы көру бұл өзінің сол Алла берген денені қабылдай алу, спортпенен шұғылану, рауажлануға өзіңде имкан жарату мәселені. Жаңа айтқандай салонға барып жүрген
қызлар жалтырап жүрген қыздардың да барлығы парасатлы деп айта алмаймын. Мен көбінесе салонда қызлармен сәубеттес боламын, хаялларменен. Тыңлап отырсаң, шырайына парасаты екеуі бір-біріне қарама қайшы болып жатады. Сондықтан жаңа айттым ғой, жақсыға өзін лайық деп білу, жақсы инсан болуға өзінде ұмтылыс жасау. Һәм және айтайын дегенім, хаялдың өзін сүйген хаял өз денсаулығына бейпаруа болмайды. Тісіне, денсаулығына, витаминіне, кортизол дейміз, гормон дейміз, міне осыларды бақылап баруы. Мәселен қараң, көпшілік ойлайды да, мен өзіме қарасам, шаңарықта басқа хәмме тарып қалады деп ойлайды. Қара, мәселен не үшін барып анализ тапсыршы десең, қой ана қызды киіндіруім керек ертең сентябрьде дейді. Қараң, не үшін сен қызыңды киіндіреме, бірақ өзің қарана берші. Не үшін біздердің миымызға сол нәрсе сіңіп қалған? Шаңарақта обязательно бір адам құрбан болу керек та, сонда менің өмір жақсы болады. Негізі ондай емес. Мен басында мен де сондай өмір сүрген едім. Мен ойлайтын едім, мен спортпен шұғыллансам болды, бәрі қалады, аш қалады, тағы бір нәрсе, абонемент анандай, тренер мынандай деп ойлайтын едім. Бірақ ондай емес екен. Өзіңе жақсыны лайық көрген кезде ғана сенің шаңарағыңда, сенің айналаңа сен сондай өрнек боласың да. Мен мәселен сіңілерім үйге келіп болады, он сіңілерім айтады, ажба мен сізден көп нәрсені үйреніп жатырмын дейді. Расында да соған өзімді лайық көруім керек екен да дейді. Сол сияқты бақытлы хаял бұл өзін жақсы лайық көрген хаял. Әлбетте. Олай болса, менің сұрауларымнан тысқары өзіңіздің күйеуіңізге түйіп келген андайсыларды айтайыншы деп келген нәрселер болса, айтсаңыз болады. Біз жұмақлайын деп жатырмыз, жұмақлау басқышындамыз. Енді алдында маған бір осындай сұрау жауап көп өткіземін ғой мен. Актуальныйға сақлаймын, удалить етіп тасыладым. Көпшілік мен қате түсінді. Гендер теңлігі, болмаса сіз феминистсіз ба деп айтады да. Мәселен, мендегі бір қинайтуған нәрсе, мәселен, біздердің жәмиетімізде сен еркексің, мен хаялман, сен жақсы еркек болуың үшін қандай болуың керек мәселен? Аңсатқанда, мәселен, сен ішпесең, қатыныңды ұрмасаң, бұл сен жақсы еркексің, болды идеал еркексің. Ал жақсы хаял болу үшін қандай болу керек? Сен пісіруің керек, тазалықлы болуың керек, жақсы сөйлеуің керек, өзіңе де қарап қалуың керек оның арасында. Сен оқымыслы болуың керек, қатарыңның алдында нең болу үшін, мәселен. Құры жүрмей, үйде құры отырмай, ақшада табуың керек. Сен күйеуіңе гәп қайтармауың керек, сен ұрысқақ болмауың керек, сен дым жуасам болмауың керек, сен сүмелеген болмауың керек, сен хилеке, түлкіден болмауың керек. Қара, жақсы хаял болу үшін қаншелі не көп біздерде, мәселен, жақсы хаял соның ішінде жоқ мүмкін біздерде. Қара, айтады біздердің жәмиетімізде екі хаял жақсы дейді. Біреудің келіні, менің қызым дейді ғой, енелер үшін дейді. Әне сондай да. Ал еркек болу үшін, мәселен, бір қыз үйіне барса, шаңарағына барса, мен күйеуіме ажырасамын десе, бірінші болып не дейді? Ішеме дейді ғой. Яқ десе, ұрама дейді да. Яғни енді не дейді ғой? Сен тойып секірдің дейді. Байың ұрмаса, ішпесе, сен неге ажырасасың дейді. Қара, мәселен, біздің жәмиетімізде көрдің бе? Күйеуім маған көңіл бөлмейді. Күйеуім маған не қылмайды, мені сыйламайды, менімен сөйлеспейді деп ажырасқан хаялды көрдің бе? Ажыраспайды ғой, жүре береді ғой. Өмір солай екен, сырласпай, сөйлеспей, сөйтіп мұхаббат жоғалады мәселен. Міне осы нәрсені мен ойлап жаным ашыды. Мен сондықтан да Инстаграмда көпшілік ықыласпенділермен қате түсінді. Феминистсіз ба, көп еркеклер маған сөйтіп жазды. Негізі ондай емес. Тек қараң, жақсы хаял да, жақсы еркекте деп бөлінбей, жақсы инсан болайық деймін да. Сондай гендер теңлігіне мен не емеспін. Дұрыс хаяллар бір өзбекше айтқанда пауғана төмен болуымыз керек. Бірақ инсан сипатында бәріміз де теңбіз ғой. Бірақ инсан сипатында біздердің абыройымызды Алла Тағала көтеріп қойған ғой. Ана болу, хасыл тажын беріп қойған біздерге. Сондықтан да бәрібір біз қадірлеу, нәзіклеу болуымыз керек. Ал ер адам өзінің салмағы менен еркек болу керек. Әлбетте, су орында сөздеріміз, пікірлеріміз жұмағында енді тұрмысқа шығатұғын, тұрмыс құратұғын деп айтты дей бермең, себебі өмір бәрібір сол жұпылықлардан жаралған, тұрмыстан жаралған болғаннан кейін енді тұрмысқа қадем қоятұғын жас қызларға үш нәрсені санап айтып берің. Қараң, әрбір инсанның кеуілінде бір босылық болады. Қараң, сол босылықты өзі толтырмайынша оны басқа ешкім толтырмайды екен. Қараң, мен мәселен мұкәррамамын, жүрегімде бір босылық бар. Мен Даниярға жабысып аламын. Данияр, мен сені жақсы көремін. Сен менің барымсың, мен сені жасай алмаймын. Ол менің нерімді толтыра алмайды. Балам туылды. Балам да, қызым да толтыра алмайды, егер мен ол босылықты мен толтырмасам. Түсінесіз ба? Сондықтан да инсан өз үстінде істеп, жаңа айттым ғой, кәміл инсан болған кезде тұрмыс құру керек деп. Сондықтан да мына кеуіліміздегі босылықты өзіміз толтыруымыз керек. Жаңа айтады, түскілікке түссең, сені өзіңнен басқа ешкім құтқара алмайды. Сондықтан да өзіміз жетік инсан болуымыз керек.
сонан кейін өмір жолдасы сайлауда біз қиналмаймыз деп ойлаймын. Һәм жаңа айтқанда несібеге байланысты, һәм білесіз ғой, инсанда екі жүздемешілік бар нәрсе. Әсіресе ішқы мұхаббат жағы деп шарқ ұрып тұрған кезде екі жүзділік автоматом қосылады. Себебі мынандай болады да, біздер мынаның идеалындағыдай болайыншы деп жүргенде жаңағы қас шығарамды көз шығарамыз деп айтамыз ғой, сондай мынаның идеалындағыдай болайыншы деп жүріп, өзі ойламаған халда өзінде идеал адам жаратып алады, соның рөліне кіріп алады да біздерде. Көрдіңіз ба? Соның үшін де тұрмыстан кейін келіспеушіліктер, бір-бірінің хақиқи жүзін көріп ұрсулар, жүргенде бұндай еді, қазір тұрмыс құрғаннан ондай емес болып шықты дегендер көп. Себебі жаңағыдай қатты жақсы көргеніміз үшін адам автоматом екі жүздемеші болып кетеді да, басқа адамның образына кіріп алады. Сондықтан да өзіміз жеттік инсан болуымыз керек, адамды айырып біле алуымыз керек. Һәм жаңа айтайын дегеніміз, ата-аналарымыз негізі жақсы адам сайлайды. Мәселен, мына достың маған что-то ұнамайды десе, сол достыңнан бір нәрсе келеді ғой, білесіз бе? Сондықтан да ата-ананы да тыңдау керек деп ойлаймын. Біріншісі сол, бір кеуіліңіздегі бостықты толтыру үшін өмірлік жолдас перзентлеріңіз тұрмысты сайламаң. Екіншісі, сол бір несибеге байланысты дедіңіз ғой. Несибе сіздердің іс-әрекетіңізге қарап, жүрген жүрісіңіз, қалбіңіздегі пәк ниетлеріңіз, істеп отырған істеріңізге қарап маңлайыңызға жазылады Алла Тағала тарапынан. Ал үшіншісі болса, екі жүздемешілік. Яғни өзіңізсіз, бірақ басқа адамның кейпіне кірместен, өзім қалай бармын, солай мені қабылдасын. Ол қалай бар, мен солай оны көрейін. Ертең тұрмыстан кейін де, тұрмыстан алдын да. Деген пікірлер менен тұрмыс құрың деп айтты Ажапа. Егер түсінбей қалған жас қызлар да біздерді көреді. Ал замаластарымыз да біздерді көреді. Соның менен біздердің подкастымыз ажайып сауабетіміз өз жұмағына жетті. Келгеніңіз, уақытыңызды ажыратып, бізге етібар бергеніңіз үшін рахмет. Сізге де мұрат еткеніңіз үшін рахмет. Барша осы күнде лайк бағдарламасының жемәтіне тасқын табыстылар тілеп қаламан. Һәм бізді көріп отырған гөзалларға сәлем жолдап қаламан. Әр күніңіз байрам болсын, жүзіңізден ешқашан күлкі арымасын, балаларыңыз бақытыңызда сау болсын. Рахмет. Әлбетте, Хамише көзлеріңіз көруден, жүзлеріңіз күлуден, жүректеріңіз дүк-дүк ұрудан ешқашан тоқтамасын. Бұл Күнде лайк подкасты. YouTube тармағымызға һәм Instagram аккаунтымызға ағза болың, күнде лайк басың.